рогаликтеріме сіздермен бүгін рогаликтер дайындайтын боламыз. Ең алдымен аппарат дайындап аламыз. Ол үшін жылы сүт, ашытқы, қант және ұн. Осыларды жақсылап араластырып 15 минутқа қоя тұрамыз. Он 15 минут уақыттан кейін 2 жұмыртқа, ерітілген сары май, қантты қосып жақсылап араластырып алып, ұн қосып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Видеода көрсетілгендей осылай ақырынан қосып, ұнды жақсылап араластырып алып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыздың үстіне сары май қосып, 40-45 минутқа жылы жерге қоя тұрамыз. Қамырымыз дайын болғаннан кейін оны бірнеше бөліктерге бөлеміз, және бірнеше бөліктерге бөлгеннен кейін арасын осылай оқтаумен илеп аламыз да, ішіне вареная сгущенка қосамыз. Bir жағына вареная сгущенка қойып жабамыз. Содан кейін қалған бөлігін пышақпен тілімдеп осылай орайтып боламыз. Дайын болған рогаликтерімізді қызып тұрған пеште 30-35 минутта пісіріп аламыз. Рогаликтеріміз өте жұмсақ, осындай дәмді болып шықты. Барлықтарыңызға жасауға кеңес беремін. Астарыңыз дәмді болсын.